Бүгінгі Шығыс Қазақстан облысына іс-сапарының басты мақсаты осы өңірдегі бизнес өкілдерімен кездесу және де қазір қаралып жатқан салықтық реформалардың сұрақтарымен пікір алмасу, олардан қосымша ұсыныстар алу, оны талқылау. Бұл кезде бізде ең басты мәселе бұл қосылған құн салығының мөлшерін ұлғайту жайлы талқылау және де арнайы осы бизнеске көрсетілетін режимдардың өзгеру туралы ақпаратты беру және де осы ақпараттан кері хабар алу, оны арғата жұмысқа қабылдау. Бүгінгі таңда қосылған құн салығы бойынша 16% ставка жайлы хабардар еттім және де ауыл шаруашылық саласы бойынша қосылған құн салығынан босатылатын туралы хабарлама жеткіздім. Және де ортаңғы ставка бұл 10% қандай салаларға таралады және де қандай салаларда қосылу мүмкін, сол туралы талқыладық. Қосымша арнайы осы режим қалай кәсіпкерлермен қолданылады, қандай жақсы жағдайлары бар, кім қолдана алады. Мысалы, жеке тұлғалар күнделікті тауар сатып алған кезде осы қосылған құн салығын төлеушісі болмайды. Себебі оларда арнайы режимде жұмыс жасаса, мысалы көбіне әр үйде орналасқан осы сауда орындары, дүкендер, олар осы арнайы режимде жұмыс жасайды, олар қосылған құн салығын төлемейді.